Мешіт Алланың үйі, имандылықтың қайнар көзі. Барша мұсылмандар қауымы мінәжат ететін киелі орын жаңадан Қостанай қаласында да ашылды. Құрбан айт мерекесінің алғашқы күні Қостанайда жаңа мешіт ашылды. Құрылысы 4 жыл бұрын басталып, кейін аяқсыз қалған құтхана санаулы айлар ішінде еңсе түзеп шықты. Бұдан былай басты рухани орталыққа ғана айналып қоймай, шаһардың архитектуралық ажарын ашып тұрмақ. Қашықтан көз тартатын алтын күмбезді алып мешіт бір мезетте 3 мыңнан астам адамдарды қабылдай алады. Алла үйіне ислам дінін таратуға санаулы ғұмырын арнаған Аймұхаммед Спанұлының есімі берілді. Алтын күмбезді Алла үйі 3 қабаттан тұрады. Бірінші қабатқа 1450 адам сыяды. Мұнда жас жұбайлардың да некелері алдағы уақытта қиылмақ. Ал екінші қабатта әйелдерге арналған тәжім-етер орын. Су жаңа мешіттің үлкен күмбезінің биіктігі 25 метр, диаметрі 12 метр. Қосымша залдар болғандықтан жалпы бір уақытта 4000 адам намаз оқи алады бұл мешіттің ішінде. Егер қатты тағыздалатын болса. Енді қазіргі кезде бізде қатты қуантатыны, мешітімізге жастар өте көп келеді, студенттер көп келеді намаз оқитын. Соған біз ризамыз. Ал енді әйелдер мәселесіне келетін болсақ, әйелдердің залы балконда, оған да 1000-ның сыртында адам сыяды. Қазір бізде Нұр-Мүбарак университетін бітіріп келген жас жігіттер бар, қыздар бар. Солар дарс береді. Күн сабақ алушылар өте көп бізде. Қала халқы жаңадан бой көтерген Алла үйіне дән риза. Жаңа мешіт қаламызға көрікпен сән беріп, көз қуанышымызға айналғандай. Арай Жеңіс, Самат Ерсайынов, Тұмарым Бабасанова, Алмас Байдарахман.